Құрметсіздер мен әріптестер, қош келдіңіздер. Бүгінгі менің шеберлік сыныбының тақырыбы балаларды шығармашылыққа баулудың қазіргі тенденциялары. Яғни қазіргі заманауи ақпаратқа сай балалардың жан-жақты, зейінді, ойлау қабілеттерін алға қарай ашып, ұмтылуға және креативті ойлауға қазіргі балаларды жай нәрсемен қызықтыра алмаймыз. Оларды шығармашылыққа, әсіресе мына кішкентай балабақшадан бастап балалар шығармашылыққа үйретуге біздерге өте көп мүмкіндіктер бар. Қазір әріптестер, сіздермен қазір ортаға шығып шеңбер құрып тұра қалыңыздар. Сіздермен бірге жалғасын тап ойынын ойнаған кетті. Әріптестер, сіздердің қолдарыңызға таза парақ бердім, карандаш бердім. Ары қарай бұл суреттің тақырыбы жалғасын тап. Мен сіздерге қазір бір суреттің бейнесін атаймын. Соны 5 секундтың ішінде салып үлгеріп, ары қарай әріптестерімізге жалғастырамыз. Жақсы. Бұл Өзен Езі күн құстар жасыл шөп кішкентай далада жайлауда жүрген балалар ағаш жерге жайқалып өсіп жатқан гүл осымен әріптестер суреттерімізді аяқтаймыз. Әріптестер, байқап тұрсаңыздар, әрбір столда 3 түсте құмыра тұр. Сол түстер бойынша мына тораптың ішінен әркім өзінің ұнаған түсін таңдап, сол түстері бойынша орындарыңызға жалғастырып отыруларыңызға болады. Бірінші столда өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай кестелі планшет. Бұл кестелі планшет. Қазіргі кезде балалар үйде инемен жіп ұстағысы келіп, қазіргі балалардың қызығушылықтары көп қой, оларды сәл нәрсемен қызықтыра алмаймыз. Олар үйде инемен жіп ұстағысы келсе, біз оларға әрине рұқсат бермейміз, ол өте қауіпті. Ал бұл кестелі планшет, яғни балалардың әртүрлі түстерге қызығушылықтарын арттырып, және қол моторикасын дамытуға өте қолайлы зат. Мына жерде бұның бейнесі бейнеленген. Сіздерге осы бейне арқылы салуға болады, немесе өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай әртүрлі бейнелер салуға болады.
келесі бізде диат проекті. Яғни бұл жерде балаларға қазіргі заманауи технологияның дамуы өте қызықты, әрі балаларға мына жерде көрсеңіздер музыка ойнайды, балалардың музыкаға деген қызығушылықтарын оятады және әртүрлі пішіндеріне қарай суреттер көрінеді. Бұл суреттерді балалар фломастер арқылы, мына бояулар арқылы бастырып, әдемілеп қол моторикасын дамытып және ішіндегі суреттерге жемістердің суреті шығып тұр бейнеленген. Әдемі қызығушылықпен олар ары қарай салады. Әріптестер, бұл жерде жарықты планшет. Яғни қазіргі кезде балалар мысалы телефонмен көп әуестеніп кетеді, өзіміз білеміз. Ал ол телефонның өте зиян балаларға. Сондықтан бұндай планшеттердің қазір түр-түрі дамыған заманға сай түр-түрі шыққан. Бұл жерде бұл планшеттің балаларға міне көріп тұрғаныңыздар, өздеріңіздер әртүрлі бейнелер бейнеленген. Бұл бейнелерді бастыру арқылы балаларға қызықты. Үйде біздер қараңғы жерде сурет салуға ұқсап бермейміз ғой, ал бұл жердің бір қызықтысы қараңғылап тұрып, балалар міне өзінің қаламшасымен бастырып отырып сурет салуды үйренеді. Әріптестер, ары қарай жұмыстарыңызды бастай берсеңіздер болады. Бұл жерде балалардың шығармашылықтарын дамыту, балалардың ой-өрістерін дамыту, яғни балалардың жай ғана сурет салу емес, осындай қазіргі заманауи техникамен дамыған технологиялармен, яғни неше түрлі құрылғылармен балалардың сурет салуға деген шығармашылыққа деген сенімдерін ашу болып саналады. Назарларыңызға көп рахмет.